1402 жыл. Анадолының жүрегі Анкарада екі ұлы билеушінің тағдыры шешілетін күн. Бірі Шыңғыс ханның мұрасын жалғаушы Мәуереннахрдың әміршісі Ақсақ Темір. Екіншісі Османлы сұлтаны найзағайдай жылдам шабуылы үшін Йылдырым атанған Баязид I. Шілде айының аптап ыстығы бұл даланы қаптап тұр. Жер кеуіп, айнала өлі тыныштыққа бөленген. Бірақ бұл тыныштық алдағы қантөгістің хабаршысы еді. Бүгін олардың бірі тарих бетінде жеңімпаз болып қалады. Ал екіншісі өз империясының күйреуін көреді. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. 1396 жылы Баязид Никополь шайқасында Европа кресшілерін талқандап, өз назарын шығысқа қарай аударып, жаңа жаулап алу жорықтарын бастады. 1397-1399 жылдар аралығында Йылдырым Баязид сұлтанның сәтті әскери жорықтары Осман мемлекетінің шығыс Анадолыға дейін кеңеюіне алып келді. Ол таулы аймақтардағы түркі билеушілерінің соңғы қарсылығын жойып, Дулқадыр билігін вассалдыққа мойындатты және маңызды сауда жолының торабында орналасқан Малатия қаласын басып алды. Алайда, найзағайдай жылдам жорықтардың салдары күтпеген жағдайға алып келді. Енді Осман ұрпақтары шығыстағы жаңа әрі аса қауіпті жаудың Әмір Темір бастаған ұлы Темір империясының шекарасына таяп қалды. Темір Орта Азияда Илхан мемлекеті мен Шағатай ұлысының ыдырауы салдарынан пайда болған хаос кезеңінде билікке келді. Ол өзінің туған тайпасы барластардың көсемі болып бастағанымен, аз уақыт ішінде өз заманындағы ең қуатты мұсылман мемлекеттерін бірін құрды. 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылықтарын еске салатын аяусыз әскери жорықтары арқылы ол ислам әлемінің шығыс бөлігін бағындырды. Османдар Косово мен Никополь шайқастарында христиан әскерлерімен соғысып жатқан кезде, Әмір Темір Шыңғыс хан империясының мұрагері болуды мақсат етіп, қанға толы жорықтар жүргізіп жатты. Ғасырдың басына қарай Темір империясы батыстағы Армян таулы аймағынан бастап, шығыстағы Үнді өзеніне дейінгі алып аумақты қамтып, сол заманның ең қуатты мемлекеттерінің біріне айналды. Енді бұл империя Осман сұлтанатының шекарасына жеткенде, Осман билігінен наразы болған түркі тайпалары Темірден қолдау іздей бастады. Соңғы 10 жылда Йылдырым Баязидтің Анадолыдағы жорықтары таулы үстіртте тәуелсіздігін сақтап келген көптеген түркі биліктерінің өміріне нүкте қойды. Осылайша олардың бұрынғы билеушілері тұтқынға алынып, Осман әскери құрамына күштеп қосылды, немесе мүлде жер аударылып, иеліктерінен айырылды. Шығыста Темір империясы күшейген сайын, жерінен айырылған Анадолы түркмендері өздерінің бұрынғы иеліктерін қайтарып алу мақсатында Самарқанд билеушісіне келіп паналады. Дәл осы кезде, керісінше, Әмір Темірдің шапқыншылықтары салдарынан Ирак пен Әзербайжанда билігінен айырылған көптеген тұлғалар Осман сұлтанының сарайына бас сауғалап келді. Олардың қатарында Жалайыр әулетінің билеушісі Сұлтан Ахмет Жалайыр және Қара Қойынлы әулетінің жетекшісі Қара Юсуф сынды есімдер болды. Осылайша қос мемлекет бір-бірінің саяси қарсыластарын өз ордаларында паналата отырып, өзара қарым-қатынасты ушықтыра түсті. 1400 жылдың көктемінде Османлы-Тимурид қырғи қабақ соғысы басталды. Осы уақытта Әмір Темір өз күштерін Әзербайжан мен Грузияға бағыттап, қан құйлы жорықтар жүргізіп жатты. Ал бұл сәтті пайдаланған Баязид Самарқанд билеушісіне ашық қарсылық танытып, одан бөлініп кеткен жергілікті түркмен билеушісі Мутаххартан бидің иеліктері Эрзинжан мен Кемах қалаларын басып алды. Темір өзіне бағынышты жаңа вассалына жасалған бұл соққыны жауапсыз қалдырмады. Сол жылдың күзінде
ол күтпеген жерден шығыс Анадолуға басып кіріп, Эрзинжан мен Кемахты қайтарып алды. Сондай-ақ Осман мемлекетінің аймақтағы басты бекінісі Сивас қаласын қоршауға алды. Бұл кезде Баязид Константинопольді қоршау жұмыстарымен айналысып жатқандықтан, Темірдің шапқыншылығына тойтарыс бере алмады. Сивас 18 күн бойы қарсылық көрсеткенімен, ақыры беріліп, Әмір Темірдің бұйрығымен қаланы қорғаған жасақтар тірідей жерге көміліп, қатыгездікпен жазаланды. Сивасты тонап жаулап алғаннан кейін, Әмір Темір оңтүстікке қарай бет алып, Малатияны басып алды. Осыдан кейін ол жорық бағытын Мысыр Мәмлүк сұлтандығына қарай бұрып, Левант жеріне аттанды. Қаһарлы Темір қысқа да шешуші жорық жүргізіп, Мысырдағы саяси тартыстар салдарынан әлсіреген Мәмлүк билігін пайдаланып, Леванттағы Алеппо, Хама, Хомс, Баалбек және Дамаск қалаларын қанға бөктіріп, басып алды. Алайда мәмлүктерге қарсы жорғымен әуре болып жатқан кезде, оның шатырына Анадолудан күтпеген хабар жетті. Өзінің жаңа иеліктерінің қиратылып жатқанына көз жұмып қарай алмаған Осман сұлтаны қарымта шабуылға көшкен еді. 1401 жылдың жазына қарай османдық әскерлер шығыс Анадолуға қайта оралып, Сивас, Эрзинжан және Кемах қалаларын Темір әскерінен тартып алды. Дәл осы кезде Эдирне мен Самарқанд билеушілерінің аты шулы хат алмасуы басталды. Екі патша бір-бірін исламның негізгі қағидаттарына адал болмады деп айыптап, қарсыласының сарайында саяси жауларды паналатқаны үшін кінәлады. Алайда дипломатиялық тартыс ешқандай нәтиже әкелмеді. Баязид шығыс Анадолу жерлерін беруден үзілді кесілді бас тартқаннан кейін, соғыстың сөзсіз болатыны айқын еді. 1401 жылы Осман жерінде қауіпсіз отырған Ахмет Жалайырдың бастауымен Бағдатта көтеріліс басталды. Темір бұл бүлікті тез арада басып жаншып, қаланы қанға бөктірді. Осыдан кейін ол Осман сұлтанымен шешуші шайқасқа дайындала бастады. Әуелі 1402 жылдың қысында Темір әскері Әзірбайжанда тұрақтады. Ал көктем келгенде ол ресми түрде Эдирнеге соғыс жариялап, шығыс Анадолуға жорыққа аттанды. Қарсыластары тарапынан айтарлықтай қарсылық көрместен, Кемах, Эрзинжан және Сивас қалалары тағы да Темірдің қолына өтті. Темір Османлы жеріне кіргенде Баязид Константинополь қоршауынан дереу бас тартып, өз әскерін жинап, түркі-моңғол билеушісімен ашық шайқасқа шығуға дайындала бастады. Балқан мен Анадолудағы әскерін бастапқыда Бурсада біріктіргеннен кейін, Баязид шығысқа қарай тез жорыққа аттанды. Ол Анкарада аз ғана аялдап, әскери кеңесшілерінің кеңесін тыңдады. Олар оған дәл осы жерде бекініп, Темірдің келуін күту керектігін ұсынды. Себебі аймақ су мен азық түлікке бай, әрі қорғанысқа ыңғайлы таулы жер еді. Алайда жауының шығыс провинцияларын емін-еркін тонауына жол беруді намыс көрген Баязид Анкарада шағын гарнизонды қалдырып, әскерін тез арада Сивасқа қарай жылжытты. Ол Понт тауларында шайқас жүргізу арқылы Темірдің атты әскерінің артықшылығын жоққа шығаруды көздеді. Бірнеше күн бойы шаршамай шалдықпай алға жылжыған Османлы әскері Токат қаласының маңында Темір әскерінің алдыңғы легін көріп, оларды бірден шабуылдап, аймақтан қуып шықты. Алайда бұл тек Темірдің айласы еді. Баязидтің қарсыластары оның назарын басқа жаққа аудару үшін қасақана осындай шағын жасақты жіберген болатын. Осы кезде Темірдің негізгі күші оңтүстік батысқа қарай бұрылып, Қайсарыны басып алып, Анкараға бет алды. Жау тылына өтіп кеткенін түсінген Баязид әскерін кері бұрып, шілденің аптап ыстығында Анкараға қарай асығыс қозғалды.
Бұл мәжбүрлі шегініс кезінде мыңдаған сарбаз шөл мен шаршаудан көз жұмды. Су мен азық-түлік тапшылығынан әбден әлсіреген Османлы әскері ақыры Анкара маңына жетіп, қалаға солтүстіктен жақын орналасқан Чубук жазығында лагерь құрды. Темір әскерінің саны шамамен 90 мың, ал Османлы әскері 60 мың сарбаздан тұрды. Темірдің әскері негізінен айбынды, шағатай түркі атқыштарынан құралды. Сонымен қатар, олардың қатарында әртүрлі бағынышты халықтар да бар еді. Атты түрікмен жасақтары, ирандық жаяу әскерлер және жорық барысында қосылған армян жасақтары да бар. Темірдің әскерлері классикалық моңғолдық үлгіде сап түзеді. Орталық және екі қаптал. Сонымен бірге резервтен құралған еді. Әрбір бөлімнің алдында авангард орналасты, ал әскердің дәл ортасында Темірдің өзі тұрды. Сол қанатты оның кенже ұлы Шахруқ, ал оң қанатты үлкен ұлы Мираншах басқарды. Баязиттің әскері де әртүрлі аймақтардан жиналған сарбаздардан тұрды. Бұл Османлы мемлекетінің кең ауқымын көрсететін еді. Осман сұлтаны әскердің орталығын өзі басқарды. Оған бас уәзір Чандарлызаде, Әли Паша және 3 ұлы Шахзада Иса, Мұса және Мұстафалар қосылды. Баязиттің үлкен ұлы әрі тақ мұрагері Шахзада Сүлеймен әскердің сол қанатын басқарды. Бұл қанат негізінен Балқан сарбаздарынан және жергілікті жалдамалы татарлардан құралды. Оң қанатты Анадолы жасақтары құрады. Оны сұлтанның бұрынғы ұстазы Косово және Никополь шайқастарының ардагері Қара Темірташ Паша басқарды. Сонымен қатар бұл қанатта сұлтанның адал вассалы әрі күйеу баласы Сербия деспоты Стефан Лазаревич де болды. Оның қол астында 5000 ауыр атты серб жауынгерлері бар еді. 1402 жылдың 28 шілдесінің алғашқы сағаттарында ислам әлемінің ең қуатты екі билеушісі Анкара үшін шешуші шайқасқа кірісті. Деректер шайқасты кімнің бірінші бастағаны жайлы әртүрлі мәлімет береді. Бірақ ең алдымен Османлы сол қанаты мен Темірдің оң қанаты арасында кескілескен қақтығыс басталғаны белгілі. Ұрыс аса қатал жүрді. Сүлеймен басқарған османдықтар шөл мен шаршауға қарамастан Темірдің пілдерінің жойқын шабуылына төтеп берді. Сол уақытта Темір өзінің сол қанатын Османлы оң қанатына шабуылға жіберді. Ал өзі тікелей Османлы орталығымен шайқасқа түсті. Алайда Сербия деспоты Лазаревичтің ауыр сауытты серб рыцарьлары тек қана жаудың соққысына төтеп қоймай, тіпті шабуылға да шықты. Олар бастапқы соққыны сіңіріп алғаннан кейін жеңіл қаруланған Темір әскерлерінің шебін бұзып өтіп, оларды кері шегінуге мәжбүр етті. Дегенмен, серб жасақтары тым алысқа ұмтылып, қарсыластарының лагеріне дейін жетті. Мұны аңғарған Баязид оларды дереу тоқтатып, негізгі оң қанатқа қайта қосылуға бұйрық берді. Бұл сұлтанның дұрыс шешімі еді. Көп ұзамай Темір өзінің резервтік күштерін енгізіп, қайта шабуылға шықты. Темір енді өз жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Ол шайқас басталмай тұрып-ақ Баязидтің татарлары мен астыртын келіссөз жүргізіп, оларды Эдирненің тиранына қарсы күресуге көндірген болатын. Яғни Баязидке. Шайқас қызған кезде Османлы сол қанатында тұрған татар қосындары кенеттен Темір жағына өтіп, өздерінің бұрынғы серіктестеріне шабуыл жасады. Осы сатқындық шайқастың бағытын түбегейлі өзгертті. Онсыз да әлсіреп тұрған Сүлейманның әскері құс бүйірден қысымға ұшырап, шегіне бастады. Османлы резервін басқарған Мехмет дереу татарларға қарсы шабуыл жасап, соққының бір бөлігін азайтты. Бірақ Темір әскері саны жағынан басым еді. Сондықтан Сүлейманның жасағы біртіндеп шегінуге мәжбүр болды.
Жеңіліс анық болған шақта Осман тағына мұрагер болып саналатын Шахзада Сүлейман татарларды жарып өтіп Эдирнеге қарай шегіне бастады. Османлы сол қанатының күрт күйреуі туралы суық хабар найзағайдай жылдам тарады. Нәтижесінде бүкіл әскерді үрей биледі. Бұл сұмдық жаңалықты естіген Анадолы жасақтары, әсіресе Османлыға кейінгі жылдары бағынышты болған түркі биліктерінің бұрынғы ақсүйектері дереу Темір жағына өтіп, Османлы орталығы мен оң қанатын тылдан шабуылдай бастады. Осман әскері түгелдей бей-берекет күйге түсіп, алапат қырғын басталды. Мұны көрген Темір өз әскеріне жалпы шабуылға шығуды бұйырды. Нәтижесінде Османлы әскері ауыр шығынға ұшырады. Алайда әлі де адалдығын сақтаған серб билеушісі Стефан Лазаревич шайқастың бағытын өзгертуге тырысты. Ол ауыр соққыға ұшыраған Темірдің сол қанатынан ажырап сатқындық жасаған түркі жасақтарына артқы жақтан шабуыл жасады. Жолындағы қарсыластарды қылышпен кесіп өтіп, ол сұлтанның шатырына жетті. Лазаревич өзінің сюзереніне жылдам қашуды өтінді. Ол әлі де уақыт бар екенін, шайқас алаңынан қашып құтылуға мүмкіндік бар екенін ескертті. Алайда адал вассалының кеңесін менсінбеген Баязид Чаталтепе жотасына қарай шегінді. Ол сонда өз янычарларымен және таңдаулы жасақтарымен бірге ақырғы шайқасқа дайындалды. Чубук жазығы енді өліктермен толып жатқанда Сүлейман, Мехмет, Иса және сербтер ұрыс даласынан кетіп үлгерді. Енді Баязидтің қасында тек екі ұлы, Мұса мен Мұстафа ғана қалды. Османлы билеушісі тірі қалған сарбаздармен бірге үмітсіз шайқасқа кірді. Сұлтан өз жасақтарының қатарында балтасымен ұрысқа араласты. Ал Осман әулетінің мүшелері бар күшін салып, бірінен соң бірі жасалған Темір әскерлерінің шабуылдарын тойтарып отырды. Бұл батырлықпен жүргізілген, бірақ тағдырдан қашып құтыла алмас қорғаныс бірнеше сағатқа созылды. Ақыры қараңғылық түсе бастағанда Баязид соңғы амалы қашу туралы ойлады. Ол 300 сарбазмен бірге шығысқа қарай жол бозуға тырысты. Бірақ Темірдің сарбаздары ең үлкен олжадан айырылып қалудан қорқып, оларды қуғынға алды. Ақыры Баязидтің ат аяғы шалынып құлады, ал сұлтан тұтқынға түсті. Османлы әскерінің күйреуі толықтай аяқталды. 1402 жылдың 29 шілдесі таңында Баязид Темірдің алдына байлаулы күйінде әкелінді, ал Анкара гарнизоны көп ұзамай берілуге мәжбүр болды. Анкара шайқасы осылай аяқталды. Анкара шайқасының бірақ түнде бүкіл аймақтың геосаяси жағдайын өзгерткені анық еді. Келесі жылдың наурызында бұрын найзағай атанған Османлы билеушісі Баязид Ақшекердегі тұтқында жұмбақ жағдайда көз жұмды. Оның өлімі у арқылы өзін өзі улаудан немесе белгісіз аурудың салдарынан болды деген мәліметтер бар. Темірдің жеңісі Османлы мемлекеті үшін ауыр соққы болғанымен, осы шайқастан 2 жыл өткен соң Темірдің өзі қайтыс болды. Оның өлімі бұрынғы ұлы империясының құлдырауын тездетіп, Осман сұлтанатына шығыстағы қауіптің жойылуына алып келді. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.